Зей политехник колледжі оқытушысы Гүлгіні Гудошникованың вакцина ясатыр алдынан қан басымын өлшелер. Терапевт текшеру ұзғашыл ревакцинация ясату үшін прививкалар ясау кабинетына кірі. Всегда уж надо о себе заботиться, о своем здоровье, я так считаю. И студентам тоже я рекомендую. Оқу йортында прививка ясау айға 2 тапқыр башқарыла. Бүгінде міне алдан 40 кіші yazылған. Кімдір бірінші тапқыр ясатса, қойбіреулер екінші прививкаға келген. Также я думаю о будущем всей страны, поэтому я решил сделать прививку, потому что это важно для будущего нашей страны. 4-ші курс студенті Анастасия Дубинина да эпидемиология халінің қотлаулануын есепке алып вакцина ясатырға болған. У меня дома все сделали прививку, я тоже решила сделать, чтобы занятия не пропускать и практику пройти. И эта прививка нужна. Бүгінгі күнде колледж студентларының 60%-тан артығы коронавирусқа қаршы вакцина ясатқан болса, оқытушылар коллективінің 100% жерге қаршы тұрушанлығы бар. Кімге қойса вақытқа керек, шақырабыз. Көбісінше тілейбіз жиынырға көбірек кіші болсын ахват, 40 кіші, 30 кіші болғалай. Бүгінгі күнде вакцинация коронавирус эпидемиясын тоқтату үшін бірден бір шара болып тұра. Шуңа көрә һәр студент өз теләге белән прививка ясатып көмек иммунитет булдыруга өлеш кертә. Адлия Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.